Кербез жеке кәсіпкерлігін басқаратын Өркен Ботайұлы отандық өнімнің аясын кеңейтуді мақсат еткен еңбекқор азаматтардың бірі. Негізгі мамандығы ислам танушы болғанымен, қолөнерге жаны жақын қарасайлықтың қолға алған ісі ерекше. Сирек кездесетін кәсіпті дөңгелетсем деген Өркен, сиыр бұқа терілерінен өңделген былғары арқылы қазақи нақышта түрлі әмияндар мен сөмкелерді жасап шығарады. 2018 жылы шағын бизнестік бастаманы қолға алған ол, көптеген сапалы әрі сәнді өнімдерін Нұрсұлтан, Алматы, Ақтау сияқты бірнеше қалалардан тапсырыстар қабылдайды. Қарасайлық кәсіпкер мұндай істі әу баста қолға алмас бұрын Түркия елінен мамандарды арнайы шақыртып, қыр-сырын жетік меңгерген. Тәжірибесімен бөлісу арқылы кәсіптік ортаға еңбекқор жандарды жұмысқа тартып, бүгінде Қаскелен қаласындағы шағын цехта жұмысын жандандыруда. Өркен Ботайұлы басшылық ететін Кербез жеке кәсіпкерлігінде қазіргі уақытта өз ісін білетін 8 іскер маман еңбек етуде. Әрбірінің жауапты міндеті, түрлі құрылғыларды атқаратын қызметі бар. Күніне 60 шақты өнім шығаратын қыз-жігіттердің кейде жұмыс уақытында тапсырыстарды үлгере алмайтын кездері де кездеседі. Осындай жағдайды ескеріп жүрген жас кәсіпкер бизнес ауқымын келешекте кеңейтуді мақсат етіп, жақында Алматы облысы Атамекен кәсіпкерлік палатасының Қарасай аудандық филиалына барып, кәсібін одан әрі жандандыру үшін өтінішін білдірген. Оның жұмысымен танысу үшін аталмыш филиалдың басшысы Орынбай Жанәділ өзі арнайы келіп, барынша қолдау білдіруге атсалысатынын жеткізді. Өркеннің ендігі мақсаты мемлекет тарапынан көрсетілетін көмекті халық игілігіне жұмсау. Отандық өнімімізді республика көлемінде шамамыз келсе, сондай шетелдерге экспорт етуге ниеттіміз, Құдай қаласа. Біз осы аудандық Атамекен кәсіпкерлік палатасына өтініш қылған едік, қаржы жағынан былай көмектесуге. Облыстық осы кәсіпкерлік бөліміне грант беруін өтініш қыламыз. Егер ол кісілер көмектесіп жатса, осындай аппараттарымызды жаңалап, жұмысымызды ары қарай жандандыруға үлкен септік болар еді. Қарасайлық азамат бүгінде түрлі тігін машиналарымен былғары өңдейтін және оған ою-өрнек пен жазуларды таңбалайтын құрылғыларды пайдаға жаратуда. Бір айта кетерлігі, жас кәсіпкер бұл құрал-жабдықтарды өзінің қаражаты есебінен Қытай елінен алдыртқан. Ал қолданатын материалдың барлығы Шымкент қаласынан арнайы жеткізіледі. Өркен Ботайұлының кәсіп саласында өрге-тасы домалауына біз де тілекшіміз. Мақсат жоспары орындалып, нышаны бөлек өнімдері арта берсін. Сюжетті дайындағандар Дидар Мәлікұлы және Ерлан Алиасқаров.